Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевқа Қарағанды облысы Теміртау қаласының осы азаматтарының атынан осы видео үндеуді жолдаймыз. 2022 жылдың 22 қаңтарында Алматы қаласында түскі сағат 14:50 шамасында Алматы қаласы полиция департаментінің уақытша қамау изоляторында Бердімұрат Бердақ Бекетов бауырымызды Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 272 бабының 1-ші тармағымен айыптап ұстап отырғандығы туралы хабарлама алдық. Содан бері 5 тәуліктен астам уақыт өтті. Бүгін қолымызға Бердақтың өз қолымен жазылған хаты тиді. Ол жерде Бердақтың істемеген кінәларын мойнына алуын талап етіп, ұрып-соғып, қорқытып жатқандығы туралы жазылыпты. Президент мырза, өзіңіз тапсырма бергендей, бейбіт шеруге шыққан азаматтардың барлығы босатылуы тиіс. Бірақ осы бұйрығыңызды, осы тапсырмаңызды әлі орындамай жатқан құқық қорғау органдарының қызметкерлері бар. Бердаққа 21 қаңтар күні туылған балаңды тірі көрем десең, осы қылмыстарды мойныңа алуың керексің деп қорқытып жатқан көрінеді. Ал Бердақ, ол сол күні митингке Алматы қаласында шыққан рас, оны өзі де мойындайды, және біз де мойындаймыз. Бірақ ол ешқандай сол баптың 1-ші тармағында көрсетілгенде ешқандай бөлікке қатыспаған. Оған ешқандай видео дәлел жоқ. Ол жаралы адамдарға көмектесіп, қолдан келгенше азық-түлік беріп, бұрынғы әдетімен халыққа көмектескен. Ол ешқандай бөлікші болу мүмкін емес. Оған дәлел Мақтаралдағы су тасқындағы, Арыстағы жарылыс кезіндегі, пандемия кезіндегі халыққа өз еркімен еріктілер тобын құрып, күндемей-түндемей халықтың арасында болып көмектескендігін мына біз білеміз және ел біледі. Сондықтан ел президенті өзіңізден осы жайтқа араша түсуіңізді сұраймыз. Бердақ бөлікші емес, Бердақ террорист емес. Мен Асылбек Барақбай, Бердақтың немере ағасы болып келем. Жаңағы Нұрқан бауырым айтқан сөзге мені толықтай қосылам. Ешқандай бөлікші емес, ешқандай террорист емес, ешқандай ағымда жоқ. Бердақ намазды оқымайды. Не дейтіндей, экстремист дейтіндей. Тек қана оның бар істегені қолынан келген көмегін аямады. Айыбы сол жерде фотоға, яғни видеоға түсіп қалғандығы. 5 күннен бері ұстап отыр. Біз сізден Бердақты, яғни Бекетов Бердақты шығарып беруіңізді талап етеміз. Тек қана Бердақ емес, бейкүнә қанша жатқан қазақтың жастарын бостандыққа шығаруын Теміртау тұрғындары атынан талап етеміз. Күліп еске алам осы күнді. Қазақ не көрмеді, бұны да басымызға келген екен да. Құдай қаласа бұдан